Саламатсыздар ма? Келе жатқан жыл қоян жылы екен, иә? Ендеше келе жатқан қоян жылы сіздің мінезіңіз туралы не айтады? Сол жөнінде біле кетсек, алдымен менің каналыма тіркеліп, жаңа каналдың дамуына үлес қосуыңызға үлкен үлесіңізді қосады деп сенемін. Кеттік ендеше, мұқият тыңдаңыз. Сіздің мінезіңіз қандай екен? Тышқан жылы туылғандар. Олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан, той, ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрселерге өкпелегіш. Сиыр жылы туылғандар. Ұстамды келеді. Туған туыстарының өзінің қайғысына қатты күйзеліп, кімге болсын көмегін аямайды. Кейде бұл қылығы өзіне зиян тигізеді. Адамдардың бұлардың жақсылығын тез ұмытады, алайда қис басса оған түсіністікпен қарайды. Барыс жылы. Қызба мінезді, ашушаң, басқаға билік жүргізгенді ұнатады, еш нәрсеге көңілі толмайды. Бір істі қолға алса, бөгет болған адамдардың ұнатпай қалса, оларды беттен алып, жерге тастап, реніште тастайды. Қоян жылы туылғандар. Қорқақ, кез келген нәрседен үрейленеді, сыр сақтауға олақ, маңызды істе өз бетінше шешім қабылдай алмайды, қашанда көңіл күйіне қарай әрекет ететін жандар. Ұлу жылы туылғандар. Тұйық мінезді. Барынша қарапайым көрінуге тырысатын, байсалды, құпияны сақтай білетін, көбінесе үнсіз жүруді ұнататын адам. Оның қолынан үлкен істерді атқаруға келеді. Қай істі де өз ақылымен оңаша шешуге ұмтылады. Жылан жылы туылғандар. Сырт көзге ұяң, маңызды істерден қашқақтап жүреді. Қойылған сауалға нақты жауап қайтармайды. Тайсақтап жауап береді. Басына пәле болып жабысатын нәрсе тілі. Шамына тисе ұяңдығын қойып, шынайы мінез құлқын көрсетеді. Жаныңды жаралап, алғың келмесе жыландардан аулақ жүр. Жылқы жылы туылғандар. Олар жұмыс аты сияқты. Жұмыстан ешқашанда жалықпай, таңертеңнен кешке дейін бір тыным таппайды. Әйтеуір күні бойы тыпырлап, мазасыз күй кешеді. Қой жылы туылғандар. Сәл нәрсеге ашуланады, қисайған бетінен қайтпайды. Сондай сәттерде өзіне де, жанында жүргендерге де өте қауіпті. Өзін жарға жығатын мінезі, шешімді тым асығыс қабылдайтындығы. Мешін, яғни маймыл жылы туылғандар. Олар өзіне өзі өте ғашық жандар. Сән қой, ырду-дырдуды көп көңілді бас қосуларды ұнатады. Өзін өзгелерден артық санайды. Тауық жылы туылғандар. Үй күшік. Үй үйелменіне қамқор болып, кез келген адаммен тез тіл табысады. Отбасында адал, ақыл ойы бір басына жетерлік, сондай өте нәзік жан. Ит жылы туылғандар. Мінезі сөзшең, талас тартыс дау-дамайға лезде араласып кетеді. Оны өзі де білмей қалады, алайда ешкімге зияны жоқ, өте қарапайым жан. Доңыз жылы туылғандар. Оңаша табиғат аясында, бау-бақшада еңбек еткенді, көңілді кештерге қатысқанды ұнатады. Көп нәрсеге басын қатырмайды. Ол жөнінде көп ойланбайды.
Достар, келер жылы қоян жылының сіздерге қандай тосын сыйын көрдіңіздер ғой. Ендеше ұнаса менің каналыма тіркеліп пікір жаза кетіңіздер. Келесі видеомда қоян жылы қандай сый күтіп тұрғанын шығаратын боламын. Сау саламатта болыңыздар, мен сізді каналымда күтем.